Музыка сенің миыңды өшіреді деген ойлар өте көп жүреді. Оның рас өтірігін бүгін сіздермен осы роликте шешеміз деген ниетіміз бар. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Менің есімім Абдрашид. Біз сіздермен осы форматта кездесіп жүргенімізге біршама уақыт болды. Мен де үйренейін дедім, сіздер де үйренсіңіздер. Енді Құдай қаласа, бүгінгі тақырыбымыз музыка миға жалпы қалай әсер етеді. Мына нәрсені түсіну керек. Біздің ағзамыз, біздің бойымыз, біздің миымыз барлық жерде өзінің ритмі бар. Ритм деген нәрсе не? Ритм деген нәрсе ол бір жүйе. Барлық нәрсе қайталану жүйесі деп айтайық. Қайталану жүйесі. Мысалы үшін жүректің қайта соғысы, ол систолический, астолический процесс, систолический, диастолический процесс деп аталады. Ол жүрек қысымын жасап қайттан жіберген кезде, қайталанған кезде сол бізге бір ритм береді. Анау жүректің көрсеткішін көргенсіздер, кардиограмманы ритм беріп тұрады. Мида да тура сондай, әр процесс жүрген кезде ол ритм арқылы жүреді. Ритм деген міне мынау бір пульс сияқты бір этап, ол бір жүйе миымызда. Енді қараңыз, музыкада негізінде табиғатында ол сондай бір ритм, ол бір табиғаттың, сыртқы әлемнің сенімен сөйлесіп атқан бір тілі деп айтсақ болады музыканы. Енді музыка қазіргі жүйесінде, қазіргі формасында тыңдайтын болсақ, енді ол жерде адамдардың бағанағы фантазиясы, идеясы қосылған формасы бар. Бірақ енді негізіне кіретін болсақ, музыканың ол әуен, ол біздің табиғаттың бізбен сөйлесуі деп айтсақ болады. Табиғаттың бізбен сөйлесетін тілі деп айтсақ болады. Біздің миымыз табиғаттың әуенін бағанағы ритм арқылы қабылдайды. Жануарларда да сондай, адамдарда да сондай. Біз әлеммен ритм арқылы қарым-қатынасқа кіреміз. Біздің жасушаларымыз бір-бірімен ритм арқылы қарым-қатынасқа кіреді. Біздің миымыз денемізбен ритм арқылы қарым-қатынасқа кіреді. Сол әуен біздің миымызға қалай әсер етеді? Қараңыздар. Музыка деген нәрсе біз ислами тұрғыдан қарастырмаймыз, ол жерде үлкен ғалымдар пікірталаста жүреді. Біз чисто таза биологиялық тұрғыда кіретін болсақ, біз музыканың пайдасын және зиянын айтып өтейік. Музыка қай жағдайда пайдалы? Егер музыка сенің өміріңнің жақсаруына әсерін тигізіп атса, сенің бір дұрыс шешім қабылдауына әсерін тигізіп атса, егер музыка сенің бағанағыдай ойыңды жинақтай алмай атқан кезде, қорқып атқан кезде, өз ойыңнан қашқан кезде емес, барлық нәрсе жақсы, өзің тыныштықта отырып, барлық нәрсені біліп, зейінің осы жерде кезде қолданылатын болса, музыканың саған пайда әсерін тигізеді. Өйткені музыканы сен бағанағыдай осознанно дейді ғой, түсініп, қарап, бағанағыдай өзіңнің бойыңдағы ритмдарды сол музыкаға бейімдемей, сол музыканың астына бағанағыдай құл қылмай, музыканы өзіңе бір жаңа бір білім ретінде қолданасың. Ол кезде саған жақсы эмоция берер, ол кезде жақсы бір көңіл күй сыйлар, ол кезде бір халді өзгертеді. Қалай да былай бағанағыдай істейтін нәрсең болмай қалған кезде, оңынан қарасақ та, сол жағынан қарасақ та, музыка адамның халін өзгертеді. Жақсы жаққа қарай, жаман жаққа қарай, ол музыканың темпіне байланысты, сөзіне байланысты, мағынасына байланысты, айтып отқан адамдарға байланысты, сосын ол естеліктерге байланысты. Музыка жақсы болған күннің өзінде де, ол музыкамен сенде ескіде бір естелігің бар болатын болса, ол естелік жаман болатын болса, музыка сол жаққа лақтырып жібереді. Неге? Өйткені музыка қосылған кезде сенің миыңа сигнал келеді, бұрынғы естеліктерді аш деп, сол жерге сені қайтарып жібереді, бұрынғы ойларыңды оятып жібереді. Сондықтан музыканың пайдасы саған негізі бар, бірақ жағдайда, егер музыка сенің бір қашу, бір дофаминовый құралың болмаса, ол қалай? Музыканы ішің пысқан кезде, музыканы бір өз-өзіңнен қашқан кезде, музыканы бір өз-өзіңмен қалудан қорыққаннан қосатын болсаң, онда ол саған зиянын тигізеді. Музыка деген дүние, ол сені басқарып кетеді. Музыка сенің ойларыңның конкуренті болып кетеді. Сен өз ойыңды өзің басқарылмағандықтан музыканы қосатын болсаң, сол кезде басталады проблеманың барлығы. Өйткені ол кезде музыка сенің бағанағыдай маңдайшаңдағы белсенділікті төмендетеді. Музыка сенің ләззатыңды ұрлайды. Сен дым істемей музыка тыңдау арқылы дофаминді бөлгізіп аласың да, өзің бір тегін ләззаттарды алып аласың. Енді одан кейін сен плейді стопқа басқан кезде сенің миың ары қарай тем более еш нәрсе істемейді. Сондықтан музыка жалқаулық шақырады, музыка сенің миыңды ұйықтатады, музыка сенің бағанағыдай әрекетіңді тоқтатады, егер сен музыканы өзіңнен қашу үшін қолданатын болсаң. Ал енді өзіңнен қашу деген нәрсе не? Оны былай тексеріп көрсеңіздер болады. 5 минут еш нәрсесіз, дымсыз, просто отырып, стенаға қарап отырып көріңіздер.
дым істемей 5 минут былай стенаға қарап отырып көріңіздер. Сол кезде іште үрей пайда болып, іште бір ойлар оянып, іште бір қорқыныштар оянып жатқан кезде, сол қорқынышқа тіке қарай алатын болсаңыздар, сол қорқыныштан бір нәтиже шығарып, тұжырым шығарып, деген инсайт шығарып, соны бір шешімге айналдырып, әрекетке айналдыра алатын болсаңыздар, пожалуйста, музыка онда сіздерге пайдасын тигізер. Ал егер сіз өзіңізден қашатын болсаңыз, 1 минуттан кейін ұйықтап кетіп жатсаңыз, жаман ойға кіріп кететін болсаңыз, дірілдеп кететін болсаңыз, бағанағы үрейдің ішіне кіріп кететін болсаңыз, асығып кететін болсаңыз, онда музыка сізге кері әсерін тигізеді. Музыка ол да бір наркота формасында қолдануға болады, ол музыканы өзінің бір тәуелділік формасында қолдануға болады. Сол үшін ханымдар мен мырзалар, қолданғаныңызға қарай сіздерге музыка пайдасын да зиянын да тигізеді. Енді көбінесе қазір зиянын тигізеді, өйткені көбінесе адамдар музыканы өзінен қашу үшін, мағынасыздықтан қашу үшін, өмірден қашу үшін қолданады. Сол үшін қашпаңыздар. Әуен сіздерді дұрыс ритмға түсірсін, әуен сіздерді дұрыс формаға түсірсін, әуен сіздерді мотивация берсін. Спортта музыка мысалы үшін керемет, сол мотивация береді, күш береді, қуат береді, біріктіреді, керемет. Ондай жерде қолданыңыздар. Бірақ жалғыз өзіңіз үйде жатып алып, жылап, өзіңнен қашып музыка тыңдаудың қажеті жоқ, өйткені ол одан сайын халіңді нашарлатады. Сондықтан музыканы жақсы жаман деп айта алмаймыз, тем более қандай музыканы тыңда деп айта алмаймыз. Біздің мақсат сіздерге музыкаға құл болып кетпеңіздер деген ойды жеткізу. Музыканы өздеріңіз қалаған кезде, өздеріңіз қадағалай алатындай дозада қолданып, кешке жақын, бағанағыдай спортқа шыққан кезде, бағанағыдай бір нәрсені еске түсіргілеріңіз келген кезде, сол кезде қолдансаңыздар, онда музыканың сіздерге пайдасы да тиер. Болмайтын болса, онда зияны тиер.